халықтың көші қону заңында бір сөзбен айтқан кезде осы кезеңде қазір мен сіздерге слайд ашамын. Яғни осы халықтың көші қону заңында жалпы репатриант деп жалпы танылған адамдардың құқықтық мәртебесі анықталған болатын. Енді бұл репатриант деген не нәрсе? Яғни осы нәрсеге тоқталатын болсақ, бұл репатриант дегеніміз бір сөзбен айтқан кезде қандас деген мағынаны білдіреді. Яғни қандас. Бұл қандастар дегеніміз кімдер? Яғни бұл қандастар белгілі бір себептерге байланысты, немесе белгілі бір оқиғаларға байланысты, белгілі бір қиыншылықтарға байланысты өзінің еркінен тыс кезінде біршама уақыт бұрын отанын тастап кеткендерді, яғни басқа мемлекетке көшіп кету салдарынан болған нәрселерді біз қандастар деп атаймыз. Яғни өзге мемлекеттердегі қазақтарды деген сияқты. Немесе сол белгілі бір себептермен көшіп кеткендердің өздері жоқ болса да қазіргі таңда олардың ұрпақтарын біз қандастар деп атаймыз. Яғни сонда осындай қандастарымыздың жалпы адамдардың құқықтық мәртебесі осы көші-қон заңында қарастырылған. Яғни бір сөзбен айтқан кезде репатриант бұл қандас деген мағынаны білдіреді. Осылай түсініп алыңдар. Одан кейін осы тұжырымдаманың басты қағидалары бойынша осы адамның негізгі құқықтары, бостандықтарын сақтау, нәсілін, тілін, дінін, этникалық әлеуметтік шығу тегін, көзқарасын, оның қалай ойлайды, сосын саяси сенімі деген сияқты осындай мәселелер бойынша ешқандай кемшіліктерге жол бермеу, яғни мәселелері қарастырылған болатын. Яғни ол қандай адам болса да, оны ешкім кемсітуге, яғни ешқандай құқы жоқ деген сияқты мәселелерді осы халықтың көші-қон заңында негізі қарастырған болатын. Одан кейін мынау сендерге көші-қон бойынша сурет.